Амалмен орындалатын есептер. Мен мектепке баратын боласыңдар. Енді оқулықтарындағы бірінші тапсырмаға назар аударыңдар. Есептің мәтінін мұқият түсініп оқиық. Автобуста 5 қыз, 5 ұл келе жатты. Аялдамадан 6 бала түсті. Автобуста неше бала қалды? Балалар, бұл есептің сұрағына бірден жауап бере аламыз ба? Әрине жоқ. Алдымен нені білуіміз қажет? Автобустағы жалпы балалардың санын білуіміз қажет. Одан кейін аялдамадан 6 бала түскеннен кейінгі автобустағы қалған балалардың санын таба аламыз. Олай болса, есептің қысқаша шартына назар аударайық. Сонымен автобустағы келе жатқан балалар 5 қыз және 5 ұл. Автобустан түскен балалар 6. Автобустағы қалған балалар белгісіз. 6 бала түскеннен кейінгі автобустағы қалған балалардың санын білдіреді. Демек біз неше амалмен орындадық? Есептің шешуін 2 амалмен орындадық. Есептің шешуін амалдар бойынша және өрнектер бойынша орындауға болады. Өрнектер бойынша 5 пен 5-тің қосындысынан 6-ны азайтамыз, мәні 4-ке тең. Сонымен жауабы автобуста 4 бала қалды. Балалар, бұл қандай есеп екен? Бұл құрама есеп. Олай болса, есімізге сақтаймыз. Жай есеп 1 амалмен, ал құрама есеп 2 және одан да көп амалмен орындалады екен. Жарайсыңдар балалар. Енді оқулықтарындағы екінші тапсырмаға назар аударыңдар. Автобуста 5 ұл және 5 қыз келе жатты. Аялдамадан тағы 10 бала отырды. Автобуста барлығы неше бала болды? Нені табамыз? Аялдамадан тағы 10 бала отырғаннан кейін автобуста барлығы неше бала болғанын таба аламыз. Олай болса, есептің қысқаша шартына назар аударайық. Келе жатқаны 5 ұл және 5 қыз. Ал автобусқа отырған балалар 10. Сонда барлығы қанша бала болды? Ол белгісіз. Енді есептің шешуін бірге шығарып көрейік. Сонымен бірінші амал. 5 пен 5-тің қосындысы 10-ға тең. Бұл нені білдіреді? Автобустағы жалпы балалардың санын білдіреді. Екінші амал. 10 мен 10-ның қосындысы 20-ға тең. Бұл автобусқа 10 бала отырғаннан кейінгі автобустағы болған барлық баланың санын білдіреді. Демек, біз неше амалмен орындадық? Есепті біз 2 амалмен орындадық. Амал бойынша және өрнек бойынша орындауға болады екен. Яғни, өрнек бойынша 5 пен 5-тің қосындысына 10-ды қосамыз. Мәні 20-ға тең. Сонымен жауабы автобуста барлығы 20 бала болды. Бірнеше жақшалы өрнектер берілген. Сендер жақшалы өрнектердің орындалу ретін еске түсіріңдер. Өздерің орындап көріңдер. 7 санына 11 мен 1-дің айырмасын қосамыз.
Бірінші жақшаның іші орындалады. 11 мен 1-дің айырмасы 10. 7 мен 10-ның қосындысы 17. Келесі өрнек. 4 пен 16-ның қосындысынан 10-ды азайтамыз. Бірінші жақшаның ішін орындаймыз. 4 пен 16-ның қосындысы 20-ға тең. 20 мен 10-ның айырмасы 10-ға тең. 18 пен 8-дің айырмасына 10-ды қосамыз. Бірінші жақшаның іші орындалады. Яғни 18 пен 8-дің айырмасы 10-ға тең. 10 мен 10-ның қосындысы 20-ға тең. Сонымен балалар, қалған өрнектердің барлығында осындай ретпен орындадыңдар деп ойлаймын. Амал өрнек бойынша шығара білдіңдер. Жақшалы өрнектердің мәнін таптыңдар. Осымен сабағымыз аяқталды.